Құрбан айт мерекесі туралы қызықты 10 мәлімет. Құрбан айт намазы Құранда ататалған қасиетті 4 айдың бірі саналатын Зүлхиджа айының 10-шы күніне сәйкес келетін исламдағы қасиетті қос мерекенің бірі. Сіздердің назарларыңызға Құрбан айтқа қатысты қызықты 10 мәлімет ұсынамыз. 10-шы мәлімет. Құрбан айт мерекесінің тарихы сонау Ибраһим пайғамбардан бастау алады. Бір күні Ибраһим пайғамбар түсінде 80-нің сеңгіріне қараған шағында көрген ұлы Исмайылды бауыздап, құрбандыққа шалып жатқанын көреді. Бұл түс 3 рет қайталанғаннан соң Ибраһим пайғамбар мұның Алладан келген әмір екенін іштей түсінеді. Ақырында Алланың сынағына сыр бермеген пайғамбар өз ұлын құрбандыққа шалуға бел буады. Алайда алмастай өткір қылыш баласының тамағын кеспей қояды. Осылайша Алланың үлкен сынағынан сәтті өткен қос пайғамбар Алла тағала құзырынан қошқар түсіріліп, баласының орнына осы қошқарды Алла жолында құрбандыққа шалады. Осы кезден бастап құрбан шалу қасиетті діннің бір бөлігіне айналады. 9-шы мәлімет. Құрбан айтқа қараған түнін намаз оқу, дұға жасау секілді құлшылықпен өткізу сауапты іс саналады. Ол жайында Алла елшісі Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. Ораза айт және құрбан айт түндерінде ояу қалған, Алланың уәде еткен нығметтеріне талпынған адамның жүрегі барлық жүректер өлі болған күні өлмейді делінген. Ибн Мәжә жеткізген. Сондықтан мейлінше бұл түні ғибадатқа көбірек көңіл бөлуге тырысуымыз қажет. Әрі қасиетті Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндігінде жасалынған құлшылықтардың сауабы өте үлкен болып табылады. 8-ші мәлімет. Құрбан айт күні жолаушы адамға құрбан шалу міндетті емес. Себебі құрбан шалуды міндетті ететін шарттардың бірі тұрғылықты болу. Сахаба Әбу Бәкір мен Омар, Алла тағала оған разы болсын, жолаушы кездерінде құрбан шалмаған. Егер сізде құрбан айт кезінде сапарда болсаңыз, бұл жайында уайымдамасаңыз болады. 7-ші мәлімет. Құрбанға шалынатын малды айт намазы оқылып біткеннен кейін шалу керек. Егер адам әдейі немесе білместікпен құрбандық малын айт намазынан бұрын шалып қойса, оның құрбандығы дұрыс болмайды. Имам Бұхариден жеткен хадисте Алла елшісі Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, кімде-кім айт намазынан бұрын құрбан шалған болса, құрбанын қайта шалсын деген. Сондықтан кімде-кім құрбанын айт намаздан бұрын шалған болса, оған қайта құрбан шалу уәжіп болады. Жалпы құрбан шалу уақыты құрбан айт намазынан бастап айттың 3-ші күнгі ақшам намазына дейін жалғасады. 6-шы мәлімет. Таңертеңгілік құрбан айт намазына барар кезде үйден тамақтанбай шығып, оразаны құрбандық етінен әзірленген тағаммен ашу сүннет саналады. Ол турасында сахаба Абдулла ибн Бурайда, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, ораза айтында үйден дәм ауыз тимей шықпайтын, ал құрбан айтында намаз оқымайынша тамақтанбайтын делінген. 5-ші мәлімет. Құрбан айт мерекесі кезінде құрбандыққа жылқы малын шалуға болмайды. Себебі жылқы малы құрбан шалуға рұқсат етілген жануарлардың қатарына кірмейді. Құрбанға тек сиыр, қой, ешкі, түйені шалуға болады. Бұл үкім біз әрбір үммет үшін өздеріне берген жануарлардан түйе, сиыр, қой және ешкіден Алланың ғана атын атап құрбан шалуды бекіттік деген Құран аятынан негізделген. 4-ші мәлімет. Құрбан шалуға ниеттенген кісі өз құрбанын шалғанға дейін тырнағымен шашын алмауы мұстахаб саналады. Яғни ұнамды іс болып табылады делінген. Бұл туралы сүйікті пайғамбарымыз Зүлхиджа айының туғанын көрген кездерінде біреулерін құрбан шалуды қаласа, шашы мен тырнақтарын алмай қоя тұрсын деген. 3-ші мәлімет. Егер бірнеше адам бірігіп түйе не сиыр малын құрбан шалса, алайда олардың бірінің ниетінде құрбан шалу болмаса, яғни тек қана еттен үлес алуды көздесе, онда барлығының құрбаны есептелмейді. Сондықтан әр мұсылман құрбан шалар алдында ниетін қадағалап алғаны жөн. Алла тағала Құранда айтады:
Ұмытпаңдар, олардың еті де, қаны да ешқашан Аллаға жетпейді. Оған жететін жалғыз нәрсе жүректеріңізге ұялаған тақуалық, Аллаға деген құрмет. Хаш сүресі 37 аятта. Екінші мәлімет. Құрбандыққа шалынатын малдың құлағы мен құйрығының жартысынан көбі кесілсе, мүйіздері сынық, көтерем әлсіз болса, немесе бір көзі соғыр, тістерінің көбі түсіп қалған болса, ондай мал құрбандыққа жарамайды. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. 4 түрлі мал құрбандыққа жарамайды. Бір көзі анық жоқ мал, ауруы анық мал, ақсақтығы анық мал және желік майы жоқ арық мал деген. Бірінші мәлімет. Егер мұсылман адам құрбан шалу кезінде малды бауыздауға өзінің мүмкіндігі жетпесе, басқа адамды жалдауына болады. Алайда қасапшының ақысы ретінде құрбандық етінен беруге болмайды. Оған құрбандық иесі өз қалтасынан разы қыларлықтай ақы төлеуі тиіс. Бұл турасында сахаба Али ибн Абу Талибтің Алла тағала оған разы болсын жеткізген хадисінде, Алланың елшісі маған жетектеп әкелген түйелерін шалуымды және олардың еттері мен терілерін бүтіндей міскіндерге үлестіріп беруімді және қасапшыға одан еш нәрсе бермеуімді бұйырды да, біз оған өз жанымыздан төлейміз деді делінген. Міне, Құрбан айт туралы шағын таңдаулы 10 ақпаратты назарларыңызға ұсындық. Құрбан айт құтты болсын.